Сәлем әлем, бұл Караван KZ медиа порталының подкаст жанрындағы жобасы. Мен Ғалымжан Сәңкібаев. Бүгін ұлттық музыка жайлы, ұлттық аспаптар жайлы тақырыпты қозғағым келіп отыр. Арнайы қонағым да бар. Белгілі музыкант, Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымының директор орынбасары Серік Нұрболдаев. Мен мұнда жазып қойыппын, Тұран тобының мүшесі деп, қателеспесем, енді сіз мүшесі емессіз, Жоқ, мүшесімін. Мүшесіз ба? Онда Тұран тобының мүшесі. Демек, уақытша ғана кеттіңіз бе Тұраннан? Тұраннан кеткенім жоқ, мүлдем. Қазір менің орнымда мына жақта Алматыда жұмыс істеп жатқан бала бар. Бірақ дегенмен үлкен концерттерге әрине міндетті түрде шығып отырамын Тұранмен бірге. Серік, мынау сөзсіз ұлттық музыка қазір жанданып келе жатыр. Көптеген ұлттық музыкаға байланысты бағдарламалар да көп. Қазір мемлекеттен де қолдау көрсетіліп жатыр. Дегенмен де ұлттық музыканы тыңдайтындар қаншалықты көп, қалай ойлайсыз? Біз енді Тұран ансамблі болып құрылғанымызға 12 жыл болды. 12 жыл бұрынғы жағдай және қазіргі жағдай салыстыруға мүлдем келмейді. Себебі кезінде ұлттық музыканы тыңдату өте қиын болатын қарапайым халық үшін. Қазіргі таңда енді Тұранның өзінің мысалы енгізіп кеткен бір күш салған дүниелері өте көп болды да. Одан бөлек жаңағы көптеген аға апайларымыздың мысалы салған еңбектері, оның барлығы түгел білініп жатыр. Себебі бүгінгі таңда мысалы Тұран карантин кезіне дейін айтайық, айына 2 рет міндетті түрде лекция концерттерін өткізіп отыратын. Ол лекция концерттер 6 жыл бойы өтіп келе жатыр. 6 жылда ешқашанда залымыз бос болған кез болған жоқ. Кілең жаңағы 100% толып отырады зал. Бұл жаңағы концерттеріміз ақылы болған кезде де мұның барлығы ешқашанда нұқсан келтірмеген концерттеріміздің өтуіне. Және де таңғалдыратын дүниесі, уақыт өте келген сайын концертімізге жастар қауымы көптеп келе бастады. Бұл әрине қуантатын жағдай. Тағы бір айта кететін нәрсе, бұл Тұран сияқты, мысалы Тұран болғысы келетін көптеген жастарымыз тартылып, талай оркестрлер, ансамбльдер құрыла бастады. Бұл да үлкен бір бағыт, бұл да бір үлкен жол, қызығушылықтың үлкен нәтижесі. Демек, қазір ұлттық музыканы тыңдаушылардың қатары кәдімгідей өсті деп айтса да болады. Түсінікті. Менің ойымша, мен қателесуім де мүмкін. Тұран тобының жалпы тыңдармандары көбінесе мынау шетелде сияқты, Қазақстаннан гөрі. Солай ма, әлде мен қателесіп тұрмын ба? 5 жыл бұрын мен сізге солай деп айтушы едім. Қазір олай емес. Қазір мысалы баланс жағынан айтсақ, тепе-теңдік қалыптасты. Себебі шетелдік тыңдармандар әрине өте көп, шетелде көп таниды Тұранды. Қазір де солай. Бірақ дегенмен біздің өзіміздің отандық тыңдаушылар қатары кәдімгідей өсті. Бүгінгі күні бізді Тұранды танитын, Тұранды білетін, Тұранды сүйіп тыңдайтын адамдар өте көп болып келе жатыр. Мұны қайтадан концерттерден байқауға болады. Қазір енді ұлттық музыка расымен де жанданып келе жатыр, жаңа айтып өткенімдей. Қазіргі таңда не нәрсе жетпейді, қалай ойлайсыз? Осыны мүмкін насихаттау ма екен? Ұлттық музыка насихатталып жатқан жоқ деп айта алмаймын. Насихатталып келе жатыр. Күннен күнге ол үлкейіп те келе жатыр. Мысалы, бағдарламалар да көптеп кездесіп жатады. Мысалы, телевидениеда болсын, радиода болсын, бұқаралық ақпарат құралдарында да өте жақсы ұлттық музыка туралы жақсы жарияланымдар болып жатыр. Бірақ дегенмен бұл да аз деп ойлаймын өзім. Себебі егер бүкіл жаңағы басқа мемлекеттің тәжірибесіне қарасақ, мысалы Жапонияны алайық, Кореяны алайық, Қытайды алайық, мысалы, олар этникалық мәдениетпен бүкіл адамның, қоғамның өмірін түгел киіндіреді. Демек, адам кез келген мамандықта жұмыс істегенмен, олар жаңағы ұлттық мәдениетті қоса алып жүреді әркез. Ол мысалы жай бөлмені безендіру болсын, немесе жай жаңағы күнделікті пайдаланатын заттардың ұлттық болмыста жасалуы болсын. Демек, олар өзінің өмірін түгел ұлттық болмыспен қоршап тастайды. Осы нәрсеге бізде жетуіміз қажет. Себебі адам неғұрлым рухани байлығын үлкейткен сайын, ұлғайтқан сайын, оған жаңағы өзіндік мамандықта да ол өте қатты көмектеседі. Себебі шетелмен байланыс орнатқанның өзінде ең біріншіден сенің кім екеніңді олар тану қажет болады.
Ол сенің тек киінгеніңнен немесе сенің жүріс тұрысыңнан емес, сенің өз өзіңді қоғамда ұстауыңа байланысты. Ал егер сен соны кішкентай кезіңнен бастап сіңдірсең, сен кәдімгідей бөлектеніп тұрасың, дара тұлға ретінде көрініп тұрасың, шетелдік азаматтарға болсын немесе өз қоғамымыздың ішінде. Бұл әрине ұзақ уақытқа жетеді. Және де тамырымен талай нәрсеге басқаша көзқараспен қарау қажеттігін туғызады. Мынау мысалы Тұран тобын қандай да бір концерт болсын немесе қандай да бір шараға шақырған кезде міндетті түрде жаңағы жанды дауыс болуы тиіс пе? Мысалы кейбір эстрада жұлдыздарының концерті болғанда кейбір кезде енді фонограмма бола береді ғой, жасыратын нәрсе жоқ қой. Ал Тұран тобында ондай нәрсе болмайтын шығар, иә? Тұран тобы әркез... Әлде кейде бір түсірілімдерге байланысты болып жата ма? Ол енді техникалық жағдайларға байланысты көбінесе. Мысалы, телевидениеға шыққан кезде көбінесе Тұранның техрайдері өте қиын қамтамасыз ету. Себебі біздің өзімізге, мысалы, Ер Тұран деген бірақ қана шығарманы орындау үшін 10 микрофонға жетеді. Біз одан аз микрофон болса келіспей жатамыз, себебі шығарманың нақты жақсы сапада шығуына үлкен қателік бір туғызады да ананың барлығы. Сондықтан да бірақ көбінесе жаңағы біздің визитный карточка дейді ғой, ең танымал деген шығармаларды сұрап жатады. Бірақ оның техрайдері өте қиын. Сондықтан да кейде фонограммамен шығуға да тура келеді. Бірақ біздің алдыға қойған мақсатымыз өзімізде фонограммамен ойнаған кезде беріле алмаймыз ешқашанда. Себебі қаншама жыл бойы консерваторияда оқығандықтан біздің өзімізде кәсіби тұрғыда жаңағы бір өзімізге өтірік алдап жатқан сияқты көрінеміз. Барынша ашыла алмаймыз, арқа қозбайды ешқашанда фонограммадан. Сондықтан да мынандай көрермендермен тікелей байланысқа ештеңке де жетпейді. Тікелей байланысты тек қана жанды дауыспен ғана орната аласың. Себебі біз байқаймыз, мысалы, тек қана отандық тыңдармандар ғана емес, шетелдік тыңдармандардың өзі, олар ешқашанда қазақ музыкасын тыңдаған емес. Бірақ дегенмен қазақ музыкасын естіген уақытта, шынайы тұрғыда жанды дауыста естіген уақытта, олардың да делебелері қозып, кәдімгідей өздерін мен де қазақ шығармын деп сезініп қалады ана кісілер. Енді ол нәрсенің өзі бізге үлкен бір бақыт әкеледі, себебі көбісінің айтатыны қазақтың музыкасы, қазақтың философиясы ғарышпен тікелей байланысты дейді. Себебі сіздердің өнерлеріңіз, сіздердің мәдениеттеріңіз өте тереңде жатыр дейді. Сіздер соны жоғалтпағандарыңыз өте бізге де бір мотивация дейді, ынталандырады дейді. Біз әлі де сол нәрсені негізі былай толықтай көрсете алмай жатқан сияқтымыз. Көрсете алмай жатырмыз, себебі барынша енді... Өйткені Тұран сияқты топтың жалпы жоқтың қасы былай айтқанда. Тұран сияқты жалпы топ болсын, орындаушылар болсын. Мүмкін біз көрмей жатырмыз ба әлде? Мен сізбен келісем. Себебі Тұран сияқты шығып атқан топтар өте көп, бірақ біз көбінесе жаңағы көңіліміз толмай отырады ол топтарға. Өйткені Тұранның жасаған дүниесін көшіріп алып, оны сахнаға шығарған деген копипаст. Ол дұрыс емес дүние деп. Өйткені адам әркез өзіндік бір ойды пайдалануды ойлау керек те әркез. Оған қалай жетуге болады? Оған тек қана көбірек оқумен, ізденумен, көбірек жаңағы тәжірибе жинаумен, тәжірибе алмасумен байланысты ол нәрселердің барлығы. Егер оны сен жасамасаң, сен тек қана копия жасайсың, көшірме. Демек, көбінесе жаңағы, енді ол өте қиын жол. Өйткені біздің өзіміз Тұранды Тұран қылып қалыптастыру үшін әрқайсымыз 25 жылдан аса уақыт оқыдық. Әрқайсымыз қаншама нәрседен өттік, қаншама түндер, қаншама жылдар мысалы ұйқысыз өтті бізде. Қазірдің өзінде біз соған талпынып жұмыс жасаймыз. Бірақ дегенмен өзіміздің жолымызды, өзіміздің жаңағы тәжірибемізді көрсету үшін біз қазіргі таңда жастарды тәрбиелеп келе жатырмыз. Себебі бізге ең бастысы тек қана біз емес, бізге ең бастысы ұлттың ұлт болып қалыптасуы болып тұр. Бұл өзі бір намысқа тырысатындай нәрсе және рухани бір байлық беретін дүние. Жалпы ең бірінші, ең алғашқы шыққан кездер есіңізде ме? Мысалы, реакция қалай болды? Мысалы, тыңдармандардың, бір көрермендердің? Тұранға.
Туранға маған қызық ең алғашқы кездер. Ең алғашқы кезде Туранды экзотика қабылдайтын. Себебі мұндай топ болған жоқ, оны мойындау керек. Иә, мұндай топ әлем бойынша болған жоқ. Себебі біз түркі халықтарының мәдениетін паш еттік те бүкіл әлемге. Бізді қазір мысалы тек қана тәуелсіздік тмд халықтар ғана емес. Бізді бүкіл әлем жаңағы сіздер сонау көнеден келген адам сияқтысыздар дейді де. Көнеден бүгінге келіп бізге жаңағы инопланетяндер сияқты көрінесіздер дейді де. Себебі бізге сіздер бір ұран беретін, бізді бір бағыттаушы адамдар ретінде көрінесіздер дейді де бізге. Ол тек қазақтар емес, бізге айтатын жаңағы тмд мемлекеттер болсын, мажарлар айтады мысалы бізге, венгрлер, сол сөздерді. Біз расымен де қуанып қаламыз, себебі барынша осы түркілік мәдениетті дамытып, бірігуге шақырып, жаңағы тарихты білуге біз жаңағы талпынып отырамыз әркез. Өйткені ізденімпаздық деген нәрсе адамды әркез болашаққа жетелейді де. Сондықтан бұл нәрсені біз қазіргі өскелең ұрпаққа құя беруіміз керек деп ойлаймын өзім. Жаңадан мысалы шығып жатқан кезде экзотика деп айттым ғой. Ең бірінші даңғыраларды соққан кезде адам жаңағы трансқа кіріп кетеді де. Әсіресе шетелдіктер. Олар музыканы өте қатты түсінеді ғой. Трансқа кіріп кетіп, жаңағы домбыраның дауысы естілген кезде жаңағы дірілдеп кетеді аналаршы. Қыл-қобыздың дауысын естіген кезде орындарынан тұрып кетеді. Оның барлығы бірге қосылған кезде ол ойлаңыздар, сразу неге ұшып кетеді де ғарышқа. Шығарманы ойнап біткеннен кейін бірден қол шапалақтамайды. Ойнап біткеннен кейін аналар ғарыштан түсу керек қой, бері қарай. Соны күтіп отырасың. Түскеннен кейін, түсінгеннен кейін барлығы осы қайтадан осы шынайы өмірге келгендерін сосын барып шапалақтай бастайды. Ана шапалақты тоқтата алмайсың. Себебі бірінші біздің іс-сапарларымыздың бірі Германияға болатын. Германияның 5 қаласына барған болатынбыз. Өзіміздің шығармашылығымызды ойнап біткеннен кейін ана халық орнынан тұрып шапалақтайды. Бүкіл қанша 5.000 ба 6.000 ба адам ана залда отырады. Көрермендердің бәрі браво деп шапалақтаған кезде сахнаға 5 рет 6 рет шығасың қайта. Енді болды ғой деп 6-шы рет қайттан сахна сыртына кетіп қалғаннан кейін ана кісілер енді шығарудың амалы ғой. Қайта сахнаға шығарудың амалы. Аяқтарымен таптай бастайды. Енді қолдары, енді айғайлағандары жетіспегендіктен аяқпен таптап жерді. Бізді қайтадан шығындар деп енді талап етеді ана жақта. Сол нәрсені сезінген кезде ол енді қазақ музыкасына деген қошемет қой мына жақта. Қазақ музыкасын деген мойындау әлем халықтарының. Сол кезде кәдімгідей бір үлкен бір жетістікке жеткен сияқты сезінесің өзіңді. Мұның әр концерт бізге бір мотивация. Біздің қазақтарда ондай не жоқ сияқты, бір әлде өзімізде бір таңғалу деген қасиет жоқ па қазақтарда? Қалай ойлайсыз? Жоқ, қазақтарда бар. Негізі біз айтып жатамыз ғой. Немесе біз реакциямызды олай көрсете алмаймыз ба, европалықтар сияқты? Европалықтар олар бірінші рет көріп отыр мұны барлығын. Қазақ халқына бұл кейбір кезде үйреншікті ретінде қабылданады, бірақ дегенмен Туранның музыкасы барлығына бірдей әсер етеді. Ол қазақ болсын, ол басқа ұлт өкілі болсын. Қазақтар мысалы бізде айтады ғой, қазір өз тарихын жете зерттемеген адамдар болады көбінесе. Аспаптарды толық білмейтін адамдар болады. Немесе жаңағы орысша сөйлейді, қазақша мүлдем білмейтін адамдар болады. Бәріне бірдей әсер етеді. Ана орысша сөйлейтін адамдар бізге жүгіріп келеді де айтады: бүгін мен өзімнің қазақ екендігіме мақтанып отырмын дейді. Сөйтіп сөйлеген кезде ана кісінің жаңағы ішінде бір несі пайда болады да, қазақ тілін үйренуге деген бір арманы, құлшынысы орындалып кететін сияқты болып тұрады. Бізден кейін мысалы домбыра ойнап кететіндер бар. Бізден кейін қыл-қобыз ойнап кететіндер бар, мысалышы. Сондай бір шығармашылық жағынан да, рухани жағынан да ашылып кетеді адамдардың бәріші. Мұның өзі музыканың күшін беріп отыр да өзі. Бұл деген керемет нәрсе ғой меніңше. Эстрада жанрына көзқарасыңыз қалай сіздің? Оған да көңілім толмайды.
Себебі эстрада жанрында сапа жағынан барлығын емес, бірақ дегенмен де сапалы дүниелер бар. Кейде құлағын шалып қалады. Мен өзім енді сапа жағына жүгіргеннен кейін әркез, соған талпынғаннан кейін, мен бірінші нотаны естіген кезде бірден танылады да, сапалы ма, сөзіңізді бөліп жіберсем, сондай сапада жұмыс жасайтын адам мынадай бір эстрада жанрын тыңдаған кезде, білмеймін, бір қызық сезім болатын сияқты меніңше. Бар, бірақ өйткені эстрадада мойындау керек, сапасын жетерлік. Сапада бар, бірақ көбінесе сапасыз сияқты меніңше. Сапасыз. Ондай дүниелер өте көп. Мен айтып отырмын ғой, саусақпен санайсың. Сапалы нәрселерді. Кейбір кезде сапалы дүниені жасап жатқан адамның өзі сапасызға кетіп қалған кезде қайттан көңілің ашып кетеді, жаңағы. Жаның ашиды анан жасалып жатқан дүниелерге. Мысалы, әрине эстрада жанры ол әлем бойынша бірінші орында тұрған жанр. Негізі тыңдалым жағынан. Оның өзін, мысалы, егер біздің қазақтарда поп музыкада жұмыс істейтін мықтылар шығып жатса, егер сапалы түрде, онда олар әлем нарығына кіріп кететіндей бір үлкен мүмкіндіктері бар. Бірақ бізде оған талпынбайды ғой. Бізде тойға талпынады. Бізде ондай дүниеге ешқашанда талпынбайды. Өйткені ол қиын. Өйткені оған шыдау керек, оған да ізденімпаздық керек. Оған бүкіл жаңағы нарықта, әлемдік нарықта болып жатқан нәрселердің бәрін білу керек. Оған уақыт жетпейді, еріншектігіміз бар көп. Сондықтан да біз талпынбаймыз. Шыдамсыздық шығар? Шыдамсыздық, біз төзімсіздік бір бар өзімізде. Сондықтан да біз ондайға бармай, жеңіл-желпі нәрсеге көп барып жатамыз. Бұл әрине қалыпты жағдайда болып кеткен қазіргі таңдаш. Сол үшін енді Димаш бауырымыз көрсетті, нағыз шынайы еңбектің қалай бағаланатын шетелде. Мысалы, Димаш бауырымыздың арқасында Қазақстанды танып келе жатыр. Талай ел. Және қазір мысалы қарайсың да, Димаш бауырымызға ұқсағысы келіп, кәдімгідей соның еңбектенгенін көріп, еңбектеніп жатқан жастарды көресің. Тура сол жолды қуыпшы. Ол да үлкен қуантатын жағдайды. Егер сөйтіп бүкіл біздің эстрада әншілеріміз талпынса, еңбектенсе, сол тұрғыда әлемдік деңгейге шығу тұрғысынан, сапа жағын жақсарту тұрғысынан, онда біздің мәдениетіміз талай жетістікке жетуші еді. Ал мәдениет деген ол кәдімгідей басқа салалармен байланысы үлкен ғой. Ол туризмді да үлкейтуші еді бізде, мысалы, өрістетуші еді. Ол экономикада көтеріп жіберуші еді. Біз қазір көріп отырмыз ғой, Үндістан кино индустриясының арқасында көтеріліп кетіп отыр. Немесе жаңағы Қытай далайғы, оның мәдениетін бүкіл әлем біледі. Кореяның мәдениетін, немесе Американы айтпай-ақ қойғанда дұрыс. Өйткені ол поп музыкасы мен Американ жағы кинолары, киноиндустриясы. Сол арқылы ол экономикасы жанданып, кәдімгідей бірінші деңгейге шығып отқан себебі сол. Мұның барлығы мәдениетке байланысты. Егер біз ішінара мәдениетімізді жақсартсақ, сапалы қылсақ, бәсекелестікке қабілетті қылсақ шетелде, баяғыда көтеріп тастаушы едік. Расында да мынау әлемдік деңгейде біздің орындаушыларды, музыканттарды аз ғой. Димаш бар, Торонто бар, жаңа Ұлытау бар, тағы 1-2 ғана бар, болды. Расында да негізі егерде көбірек болса, мүмкін біз Европа жақтамыз, жалпы шетелдерде бізде тыңдармандар көп болар еді. Біз өзіміз 70 мемлекетте болдық қой. Талай нәрсені көрдік. Талай нәрсеге көзіміз ашылды. Мен мысалы ұстаздық қызмет жасаймын. Егер бізде жаңағы жастар немесе қоғамда мұндай талпынысы бар, мықты адамдар болмаса, ақылы бар, сондай сапаға талпынатын адамдар болмаса, онда ештеңке жасамай қоюға болар еді. Олай емес қой. Бізде соншама пайызда жанып тұрған адамдар бар. Соншама жаңағы ақылы да, сапалы дүниеде жасауы да жаңағы. Енді энтузиазм дейді ғой. Сон барлығы жетерлік. Тек қана бізде жағдайға байланысты болып жатады көбінесе. Енді ақша керек болады, қаражат керек болады, басқа жаққа бұрылып кетіп отыр. Сапасыз дүниеге бұрылып кетіп отқан себебі де сол. Басым көпшілігі солай. А егер басқаға талпынса, мысалы, сапалы дүние анағұрлым қаражатты да көп әкеледі. Бірақ оған еңбек керек. Оны түсінбей жатады. Ал егер сен Димаш бауырымызды қараңыздар тағы да, ол мысалы қазір әлемдік деңгейде үлкен жұлдыз болып отыр.
Оның да тек қана мына марапаттары ғана емес, немесе тек қана атақ қана емес, одан бөлек қаражат та үлкейіп отыр ғой. Мұның барлығымыз біз қаншама білуіміз мысалы керек. жаңағы елдер, өзге елдің адамдары біздің Қазақстан деген елдің барын білді. Иә. Көптеген шетелдіктер келді Димаштың арқасында Қазақстанға. Мысалы дәстүрлі музыкаға келсек, Тұран арқылы Қазақстанға мысалы бізге ай сайын бір шет мемлекеттерден талай адамдар келіп жатады Тұранның кішкентай ақ концертін Алматыда көру үшін. Ойлаңыздар, бұның өзі жаңағы мен Қазақстанды білуім керек, тануым керек, өйткені Тұран мына жақта дейді. Немесе бізде өте көп тәжірибемізде бар, Франциядан бар, Австралия, Америкадан бар. Мына жақтан келеді де қобыз, домбыраларымызды сатып алып кетеді. Сол жаққа барады да бізден онлайн түрде сабақтар алады. Сонда нағыз іші болмысы түгел американдық адам не үшін керек оған қазақ музыкасы? Немесе Ресейде тұратын ресейлік бар, бізде бір досымыз, жаңағы досымыз болып кеткен, бірақ осында келіп концерттерімізді көріп, содан жаңағы өзіне сыбызғы сатып алыпты. Сыбызғы сатып алған, Ресейге жаңағы концерт қоюға бардық. Сол ұйымдастырып берді сол кісі. Қарасақ, звондаған кезде енді хабарласады ғой біреу телефонына. Сыбызғында үні тұр. Орыс. Неге сен балалайканы қоймайсың? Неге сен орыстың халық аспаптарын қоймайсың десе, ол айтады, мен мына нәрседе қазақтың ұлттық аспаптарында өзімнің бір ішінара бір немді сезінем дейді, бір ата-бабаларым сіздерден келген сияқты деп соны айтады. Демек, қарап тұрсаң, ол мысалы қазақ болмауы да мүмкін, немесе түркі халықтарына жатпауы мүмкін, бірақ шынайылықты іздейтін адамды. Шынайылық тек қана өзіміздің түп тамырымызда болып тұр да, оның барлығы. Мейлі сен ертең поп музыкантың да, рок музыкантың да, мына этникалық мәдениет сенің ішінде болу керек деп отқаным сол. Қазір. Түсінікті. Сіз қазір мынау 9 айдан бері қазақ концертте директор орынбасарсыз. Енді ол қазақ концертте көбінесе эстрада әншілермен жұмыс жасауға тура келетін шығар. Иә, ондай бар. Қиын болып жатқан жоқ па? Шынымды айтайын, қиын. Өте қиын, себебі бірақ дегенмен мені о жаққа жұмысқа шақырудың себебі де жағы ұлттық мәдениетімізді көтеру, немесе жағы мен мысалы бүгінгі күнге дейін талай эстрада әншілермен де осы қазақ концертте жұмыс істеп жүрген кезде жұмыс жасадым. Талай жобаларды іске асырдым. Мысалы Тұранның да 1-2 концертін өткіздік. Мұның өзі кішкентай болғанмен, бірақ алға деген қадам. Әрине. Бұл да қуантады. Түсінікті. Мынау Эстабразас деген тобыңыз болды. Өте бір өзінің де мынау Тұраннан бөлек, мынау тіпті бөлек жанр болатын. Мен есімде бейнебаяндар көп шықты, әндер. Қазір ол жоқ, мүлдем бұл топ. Мен енді қаражаттық мәселелерге байланысты, сосын жақында деп қоям, бір жарым жыл бұрын продюсерлік орталық ашқан болатынмын, этникалық мәдениетті жандандыратын. Соған байланысты уақыттың жетпей жатқан себептен мен осы жобаны кішкене тоқтатуға бардым да енді. Бірақ дегенмен де ары қарай да жалғастырамын деп ойлаймын, уақыты келген кезде. Себебі қазіргі таңда менің алдыға қоятын мақсатым осы ұлттық мәдениетті дамыту болып тұр да. ST Brothers жобасы ол жаңағы поп музыкаға сапалы түрде басқаша айтайын, сапалы түрде этно-поп жанрын дамыту болатын. Есінде өте бір ерекше топ болатын ол да негізі. Иә, қазіргі таңда мен енді этно-джаз тобын құрдым, этно-поп тобын құрып жатырмын, және де мына Тұран бар, этно-фольклор, және бірнеше авторлық жобалар жасалынып жатыр. Карантин кезінде қалай болды? Тұран тобы онлайн концерттер берген шығар, Карантин кезінде біздің жасаған, талай жылдан бері жасаған серіктестіктеріміз барлығы көмектесіп жатыр. Тұранға қатты сезілген жоқ карантин, себебі жұмыста тоқтаған жоқ. Біз челлендж бастаған болатынбыз. Жаңағы енді ол ой қайдан келді? Басында Италия мемлекеті қатты зардап шегіп еді ғой. Сол кезде біз Италия халқына хабарласып, Тұранмен бірге бір
импровизация жасайық, осылай сіздерді қолдайық деп айтқан болатынбыз. Бұл бір ғана іс-шара болу керек болатын. Мұның өзі ары қарай жалғасын тауып кетті де, сөйтіп бізбен бірге ойнағысы келетін, бізбен бірге орындағысы келетін талай мемлекеттің әртістері бізге шыға бастады. Facebook парақшаңыздан қараған. Өте көп шыға бастады. Бұл бір ғана жобамыздың өзі талай айға созылып кетті. Расымен де қаншама мемлекетпен біз жасадық осындай импровизациялар. Кейіннен жаңағы тағы да түрік бауырларымыз қазір тағы бір челлендж баста кетіпті. Біздің Ертұран шығармамыз негізі бүкіл түркі халықтардың ұранына айналып кеткен қазір. Сол Ертұранды қосып қояды екен де талай мотивациялық дүниелер жасайды екен. Көбінесе жаңағы жаттығулар жасайды, немесе енді талай спорттық жаттығулармен айналысып жатады да. Сол біздің неге деген сұрақ туындаған кезде айтады, сіздердің музыканы қосқан кезде бізде бір жаңа бір дем ашылатын сияқты дейді де. Бір кәдімгідей болашаққа деген сенім пайда болады дейді. Соны көрсету үшін түрік бауырларымыз осындай челлендж баста кетіпті. Енді оны да ары қарай жалғасын тауып жатар деген ойдамыз. Жақында көрермендерімізге, тыңдармандарымызға онлайн концертімізді сыйладық. Осыдан 2-3 күн ғана бұрын болды. Ол да үлкен бір жетістік деп ойлаймын, осы карантин кезіндегі. Қазір алдағы уақытта да жоспарларымыз өте көп. Түсінікті. Көп рахмет сізге, Серік. Мынау бір тоқ етерін айтсаңыз бүгін, мынау ұлттық музыкаға болсын, жаңа тыңдармандарға болсын, немесе бір осы ұлттық музыкаға қызығатын орындаушыларға болсын, бүгінгі күннің бір тоқ етері болсын. Енді барынша қазір ұлттық музыканы жақсы көруге талпынуымыз керек. Ұлттық музыканы ғана емес, ұлттық мәдениетті дәріптеуге талпынуымыз керек. Себебі бұл нәрсе біздің тамырымыз, бұл біздің түбіріміз. Бұл нәрсе бізді әрқашанда жаңағы үлкен деңгейге жеткізеді деп сену керек. Сондықтан да мен қазір жастарға да айтатыным, әрқашанда ештеңкеге мойынсынбай, мына карантин болсын, басқа да жағдайлар болсын, бұған дейін де көп нәрсе болды. Ары қарай талпына беру керек. Себебі біз өзіміздің қазақтығымызды сақтап, көп жерге жеткізуіміз керек. Бұл бізге артылған үлкен бір іс. Бұл бізге артылған үлкен бір борыш. Бүгін бір керемет подкаст болған сияқты, бір ұлттық музыкаға байланысты болсын, Тұран тобына байланысты болсын. Өз басым көп нәрсе білдім. Көп рахмет арнайы Елордадан келіп, бүгінгі подкастқа келгеніңізге. Бүгін менде қонақта болған Тұран тобының мүшесі, Қазақконцерт мемлекеттік концерттік ұйымының директор орынбасары Серік Нұрболдаев. Көп рахмет шақырғандарыңызға. Сіздермен бірге болған мен Ғалымжан Сәңкібаев және Караван медиа порталы. Келесі жүздескенше.